12 жасқа дейін баланың талантын тауып, оған дұрыс бағыт бағдар беру керек. Илон Масктың анасы Мэй Маск, женщина, у которой есть план. Бүгін дәл осы кітапқа сіздерге обзор жасайтын боламын. Дәл осы фраза арқылы мен осы кітапке деген қызығушылығым артқан болатын. Жалпы пайдалы жақтары өте көп, сондықтан да видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Ал мен сіздер үшін әрдайым тамаша кітаптар мен тамаша пайдалы ақпараттарға видео түсіруге дайынмын. Сол үшін каналыма жазылып, видео ұнаса коммент жазып, лайк басып қалдырып қойсаңыздар, мен үшін бұл үлкен мотивация болар еді. Ал біз бастаймыз. Жалпы видеомызды бастамастан бұрын мен осы кітапты Мәскеуден алып келген жолдасыма алғысымды білдіргім келіп отыр. Себебі біз Меломанда жүрген кезде Алматыда осы Илон Масктың мамасы деп осы кітаппен алғаш таныстырған болатын. Бірақ ол күні алмадық, өйткені біз өте көп кітап сатып алған болатын, және алдағы уақытта аламыз деп жоспарлағанбыз. Бірақ мен ұмытып кеттім, және осыны Мәскеуден алған кезде өте қатты қуандым, және үлкен алғыс білдіргім келеді. Жалпы неге мен бұл кітапты қатты оқығым келді? Себебі мен жалпы блогымды бастаған кезде, осыдан 4 жыл бұрын мен бала психологиясынан бастағам. Себебі өзім декретте отырдым, өзім осы баланы түсінгім келді, жақсы ана болғым келді. Содан кейін осы үлкен жетістікке жеткен адамдардың аналары балаларын қалай тәрбиелеген деген менде сұрақ туындады. Сол себептен Илон Маскты өздеріңіз білесіздер, Тесла машиналарын ойлап тапқан, қазір космосқа баруға мүмкіндіктерді жасап жатқан үлкен өте танымал адамдардың бірі. Жалпы кітапты басында оқыған кезде кішкене ұнамағандай болды, бірақ та ортасына келген кезде шын мәнінде пайдалы ақпараттар көп бар екенін түсіндім. Бұл кісі енді бастапқыда отбасы туралы айта бастайды, қандай отбасында өсті, және менің түсінгенім әкесі туралы өте көп айтады, әкесі және анасы, бірақ көбінесе әкесі сияқты. Себебі менің түсінгенім бойынша әкесі жалпы мынандай мүлдем ештеңеден қорықпайтын кісі болған ғой. Мысалы, таңертең тұра сала, өзінің вертолеты болған екен, әкесінде кез келген мемлекетке кетіп, мысалы, сол жерде жаңа бір нәрселермен танысуға әр уақытта сондай қызығушылық танытқан, және ең қатты есімде қалғаны, бұл кісінің әкесі балаларын, жаңағы отбасын алып Африкаға да, бір пустыняға да, бір жаңағы мүлде адам баспайтын жерге де кетіп қала беретін болған, және анасы кез келген уақытта оған дайын болған. Бізде үнемі үйде тез пісіретін тамақ, жолға шығаратын қазан, жаңағы посуда, жаңағы палатка деген нәрселер өте көп болатын дейді. Соны мен оқып отырып түсінгенім, мысалға Илон Маскты қарап тұрсаң, оған мүмкін емес нәрселер мүлде жоқ сияқты да. Өйткені ол біріншіден жаңағы тоқпен жүретін машина ойлап тапқан, одан кейін жаңағы Марсқа жаңағы баруға барлық мүмкіншіліктерді жасап жатыр. Яғни менің түсінгенім, Илон Маск енді әкесінің де анасының да ата-апасының да тәрбиесін көріп өскен бала. Сол себептен осындай дүниелерді көріп өскен ана әрине балаларына бұл дүниеде ештеңе мүмкін емес зат жоқ деп үйреткен деп есептеймін, ойлаймын. Себебі Мэй Масктың өзінің әкесі, яғни Илон Масктың атасы, үнемі мынандай фраза қолданған екен: для нашей семьи нет ничего невозможного деген. Менің ойымша осы фразаны балаларға өте жиі айтып тұру керек. Шынымен, себебі Алла тағала біз үшін барлық мүмкіндіктерді жасағанда, яғни тек ең әуелі еңбекқорлық керек. Яғни мен өзім жалпы көптеген кітаптарды оқу арқылы, көптеген мотивациялық видеолар көру арқылы, сабақтарға қатысу арқылы менің түсінгенім, адам ең маңызды екі нәрсеге өзі де мән аудару керек, және балаларға да соны жеткізе білу керек. Ол ең әуелі еңбекқорлық және жауапкершілік, яғни өз өміріңді жауапкершілікке алу. Және бұл кісі сол туралы өте көп айтады.
сен өміріңді өзің қолға алып жауапкершілікті өз мойныңа алмағанша сен ешқандай жетістікке жете алмайсың деп өте көп айтады. Және женщина, у которой есть план деген осы фразада көп нәрсе жатыр. Өйткені кітаптың басты мақсаты осы сөзді жеткізу, яғни кез келген жағдайда сенде всегда план болу керек. Я бірінші және екінші, да, если А планы болмай қалса, Б планы деген сияқты. Бұл кісі неге бұндай қағидаға келді? Себебі өте ерте тұрмыс құрған және жолдасы енді былай психологиялық тілмен айтқанда тиран болған екен, яғни өте көп ұрған, мүлде жұмыс істеуге мүмкіншілік бермеген, сондай өте қызғаншақ болған, яғни мүлде бақытсыз болған. Бірақ дегенмен де сол отбасында 3 бала дүниеге келген. Илон Масктың ағасы және кіші сіңлісі бар, қарындасы. Және 25 жасында осы 3 баланы туып үлгерген. Бірақ дегенмен де ең соңында ажыралып кетті. Бірақ ажырасудың өзі үлкен процесс болған, себебі жолдасы өлтіремін, тауып аламын деген сияқты сондай жаман фразаларды қолданған. Енді тиранның тираны болған. Сол себептен бұл кісі ешбір дүниеге қарамастан 3 баланы алып, басқа қалаға кетіп, күн-түн жұмыс жасап, балаларына тамақ алуға, мектепке киім алуға барлық мүмкіншілігін жасауға тырысқан. Өйткені жолдасы жалпы жаман, өте жақсы тұрған, бірақ та ешқандай мүмкіншіліктерін жасамаған екен. Бірақ кейін уақыт өте балаларын тауып, балаларын әртүрлі шетелге апарып, мүмкіндіктерін жасаған екен. Дегенмен де көп қиыншылық көрген әйел болғандықтан басқа қалаға көшу, 3 баланы асырау, оларға дұрыс тәлім тәрбие беру, жаңағы өте үлкен күш қайратты талап еткен деп жазады. Кітабын оқи отырып өзіңнің кейде жүрегің ауырып кететін кезеңдер бар. Сол себептен өте мықты, сондай жігерлі әйел екенін түсіндім. Бұл кісі енді жалпы қай салада істеген? Бұл кісі модель, сол жас кезінен өте ұзын, арық болған және модельный агентствоға қызыққан. Одан кейін дұрыс тамақтану процесін өзі үшін диетологияны зерттеп бастағандықтан кейін осыны жұмысқа айналдырған, ақша табысына айналдырған, яғни адамдарға дұрыс тамақтану бойынша кеңестер берген, толық адамдарға көмектескен. Өйткені кезінде декретте отырған кезде, стресс, депрессия болған кезде, жолдасы ұрған кезде осындай қатты толып кеткен бір кезім болды. Және тәттіге қатты құмар болдым дейді. Сол себептен мен осы нутрициология, диетологияға келдім деп жазады. Және бұл жерде ең бастысы, енді бала тәрбиесіне қатысты болғандықтан мен осы несіне көп, магия 12 лет, возраст, когда нужно открывать таланты детей деген бөліміне өте көп тоқталдым. 5 бет па, 6 беттей бар. Яғни ол кісі айтады, мына Илон Масктың үлкен жетістікке жетуіне ол жалпы бала кезінен ақ өзі кітапқа қатты құмар еді дейді. Біз оны кішкентай кезінде барлығымыз энциклопедия деп атайтынбыз. Яғни ол уже бала кезінен көптеген кітаптарға, әртүрлі жаңалықтарға өте сондай ашық болған. Енді бұның бірден бір себебі дейді, себебі мен балаларға ешқашан мына саланы таңдама, ана саланы таңдама, мынаны істеме, үйтпе, бүйтпе деп мен ешқашан жалпы оларға бағыт-бағдар бермейтін дейді, тек сұраса ғана. Және балалар менің дейді күн-түн 3-4 жерде жұмыс істеуіме байланысты балалар енді өзімен өзі өздерін бағып өсті деуге болады. Сол себептен олар үй жұмысында өздері жасайтын, жоғарғы оқу орнына түскен кезде де тіпті документтерін барып өздері сдавать ететін, даже қалай, қай жерге берген мен түсінбей қалдым дейді. Сол себептен де балалар сондай бір үлкен жауапкершілікпен өсті, және бала кезден менің сондай бір еңбекқорлығымды, көп жұмыс істегенімді және жаңа өмірге, жаңа қадамдарға, вообще жаңа нәрселерге, жаңа қалаға көшу біз үшін норма болып есептеліп кетті. Өйткені амал жоқтан мен өзімнің өмірімді құтқару үшін, балаларды бағып қағу үшін осындай әрекетке бардым деп түсіндіреді. Сол себептен де менің жалпы өзімнің түйгенім, Илон Маск өте еңбекқор ананы көріп өскен, қиыншылықты көріп өскен. Одан кейін атасының сондай бір ештеңеден қорықпайтын тәрбиесін, қабілетін көріп өскендіктен осындай үлкен жетістікке жетті ма деген
жалпы ой түйдім. Және бұл жердегі ең басты фраза, мен сізге айтып өткендей, еңбекқорлық пен жауапкершілік. Өйткені көп адамдар жалпы бала позициясында өмір сүреді. Әр адам сізге, енді көп адамдарды былай тыңдап қарасаң, әсіресе кедей орташа тап адамдар, менің жаңағы ата-анам жағдайымды жасап бермеді, анау жасамады, мынау жасамады, оқытпады, кезінде жаңағы тұрмыс құрып ажыралып кетті, или допустим жолдасым жасамады жағдай и так далее. Әйтеуір біреудің өмірінде біреу міндетті түрде кінәлі. Осы нәрсені алып тастап, барлық қандай балалық травма алмасаңыз да, қандай жағдайға тап болмасаңыз да, әрдайым жоспар құрып, сол жоспар бойынша өз өміріңізді қолға алып, өзіңізбен бірге жұмыс жасап, осы тұлғалық даму, менің каналым басты мақсаты ол тұлғалық даму, психология туралы айту. Осындай каналдардан пайдалы ақпараттар тыңдап, әрекет жасап үйренсеңіз, балаларыңыз да өзіңіз де үлкен жетістікке жетесіздер деген үміттемін. Жалпы үлкен жетістікке жетуге қатысты баланы, жалпы менің өзімнің қағидам, үлкен жетістікке жетуді үйрету үшін өзің сол жетістікке жете білуің керек деп ойлаймын. Өйткені бала айтқанды емес, көргенді істейді. Сондықтан да осындай тамаша кітаптарды оқып, оқуға уақытыңыз жетпесе, менің каналымды қарап, ұнаса коммент тастап, лайк басып, жазылып қойсаңыздар, сіздерге пайдасы тиеді деген үміттемін. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Бүгінгі видеом 10 минуттан асып кетті. Тек келесі көріскенше күн жақсы деймін. Және осы кітап ұнаса сатып алуға кеңес беремін. Көріскенше күн жақсы.